Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ең керемет тәттілердің бірі пахлава жасайтын боламыз. Ең алдыменен сары майымызға жұмыртқамызды және де қаймағымызды, ұнымызды және де қамыр қопсытқышымызды қосып, қамыр илеп аламыз. Міне осылай, одан соң тұндыруға жібереміз. Жуылған және де кептірілген жаңғақтарымызды оқтаудың көмегімен үгітіп аламыз. Одан кейін жуылған мейізімізге қосамыз. Қантымызды қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді қамырымызды алып, 3 бөлікке бөліп аламыз. Екеуі үлкен, біреуі кішкентай болу қажет. Одан кейін пергамент қағазымызға жұқа қылып жайып аламыз. Не дәл видеодағыдай, одан кейін табамызға салып, жаңағы қоспамызды салып, қамырымызды, қалған қоспамызды салып, ең соңғы қамырымызды саламыз. Одан кейін артық жерлері болса, алып тастаңыздар. Егер артық жерлері жоқ болса, бүге бересіздер. Міне осылай дәл видеодағыдай әдемілеп бүгіп аласыздар. Енді осылай кесіп аламыз. Сүт пен жұмыртқа қосылған қоспамызды бетіне жағамыз. Енді тағы да қалған бөліктерін кесіп аламыз. Егер қалған жаңғақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Және де сиробына су мен қантымызды қосып, араластырып, 7 немесе 5 минут қайнатамыз. Міне пахлавамыз дайын. Енді сиробымызды құямыз. Мінекей дәл видеодағыдай. Міне біздің өте керемет пахлавамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе ауызашарда өте керемет және де тойымды болады. Сіздерге жасауға сәттілік тілеймін. Ас болсын.